Қайырлы күн достар, баршаңызға. Бүгін сіздерге мен еңбек кезет порталы арқылы жұмыссыздық статусын қалай аламыз, жұмыссыздыққа қалай тіркелеміз көрсететін боламын. Бізге ең әуелі ЭЦП кілт керек. Өзіміздің ЭЦП кілтіміз арқылы мына жерде эгофты таңдаймыз. Мына жерде соискатель немесе работодатель деп тұрады. Жұмыс беруші немесе жұмыс іздеуші. Жұмыс іздеуші дегенді таңдаймыз. Жұмыс іздеушіні таңдаған соң біз өзіміздің мой кабинет дейді, өзіміздің жеке кабинетімізге кіреміз. Сол жерде государственные услуги деген тұрады, яғни мемлекеттік қызметтер. Мемлекеттік қызметтер, яғни мен бұл жерде қазақ тілді канал болғандықтан қазақшаға аударып қояйын барлығын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мінекей, менің кабинетіме кірдік. Осының ішінде мемлекеттік қызметтер, жұмыс іздеп жүрген адаммен жұмыссыз ретінде тіркелу дегенді басамыз. Осы жерден төмен қарай түсеміз. Төмен қарай түскенде жеке бас деректерін жинаумен өңдеуге келісемін дегенді ЭЦП кілт арқылы қол қойып жіберетін боламыз. Пароль енгіземіз, яғни окей. Мінекей, проверить очередь таңдаймыз. Енді өтініш беруді таңдайтын боламыз. Өтініш беруді басамыз. Өтініш беруді басқаннан кейін біз толыққанды өзіміздің резюмемізді толтырып шығамыз. Бізге код келеді, өзіміздің номерімізді тіркеп кодты жазамыз. Содан кейін әрі қарай батырмасын басқан соң мамандық таңдау қызметіне өтеміз. Осы жерде еңбек ақы сізге қанша мың қажет? 500 мыңдық жұмыс іздесеңіз 500 мың денен таңдайсыз. Сізде қандай кәсіп? Мысалы, бұл кісі бізде автокөлік бойынша автокөлік қызметі. Біз толыққанды осы резюмемізді аяқтап болғандықтан, резюмемізді аяқтаған соң мемлекеттік қызметтерге қайта өтеміз. Осы жерден біз тіркелу дегенді таңдап, ЭЦП кілтімізбен қайта қол қоятын боламыз. Резюмені мұқият қарап толтырасыздар. Өздеріңізге қанша жалақы қажет, қандай мамандық, барлығын толыққанды толтыратын боласыздар. Мінекей, назар аударыңыз, сіз 3 жұмыс күнінен кейін жұмыссыз ретінде тіркелесіз деп тұр. Қабылдау дегенді басамыз. Осылай 3 жұмыс күнін күтетін боламыз. Келесі сабақта мен сіздерге жұмыссыздық статусын алған соң жұмысынан айырылғаны бойынша мемлекеттен жәрдемақы алуды үйрететін боламын. Және де осы қызметтер қажет болса онлайн түрде де сіздерге өзімнің қызметімді көрсететін боламын. Сапалы түрде барлығы заң аясында жүргізілетін болады. Барлықтарыңызға менің ақпаратым пайдалы болды деген ойдамын. Ақпаратым пайдалы болса комментарий жазып, лайк басып, және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мен үшін бұл өте маңызды.